Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай американдық панкейктер дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ, нәзік және де жасауы өте оңай, қарапайым панкейктер. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды және бір жасағаннан осындай рецепт шығады. Жасап көріңіздер. Бізге керек заттар: 2 жұмыртқа, ванилин қант ұнтағы және қантымыз, тұз, 2 қасық сұйық майымыз, қопсытқышымыз және онымен жылы сүтіміз керек. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды саламыз және ванилин қант ұнтағын саламыз, тұзымызды саламыз және қантымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді жылы сүтімізді құйып, тағы бір араластырамыз. Қопсытқышымызды еліктен өткізіп саламыз. Енді жай жылдамдықтан бастап араластырамыз. Сұйық майымызды құйып, тағы бір араластырамыз. Мінекей, осындай бізде сұйықтық болады. 15-20 минутқа қалдырамыз. Содан кейін барып пісіреміз. 15 минут өтті, енді біз пісіре берсек болады. Осындай болып шығар. Біздің табамыз қызды. Ешқандай май, ешнәрсе құймаймыз. Піскен кезде осындай кішкене тесіктер пайда болады. Сол кезде уже біз аударамыз. Не өзі көтерілді. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда тез піседі. Мінекей біздің панкейктер дайын болды. Осындай аралары өте тесіліп, жұмсақ болып піседі. Жасап көріңіздер.